жаңа серуендеп келе жатып мынандай жағдайға тап болдым. Анасы шамамен 4-5 жасар ұлын қолынан жетектеп, жұлқылап, сүйреп бара жатыр, былайша айтқанда. Айқайлап қойып. Ал сол ұлы шыңғырып, өкіріп, бақырып, жылап бара жатыр. Бақылаушы санамен қарағанда, мына сәби жаңағы негізінде қайғы жеп бара жатыр. Сол қолынан сүйреп, жұлқылап, жетектеп бара жатырған адамы сол сәбидің негізінде ең жақын адамы. Ол адамнан артық, ол адамнан жақын ешкім жоқ ол сәби үшін. Ол анасы. Сондай ең жақын адамы сол сәбиді түсінбей, мұңын білмей, сондай бір іс қылғаны сол сәби үшін. Бұдан бетер арамдық, бұдан бетер жауыздық жоқ. Ол сәбидің басқа барар адамы жоқ. Осыдан бастап сол сәбиде травма деген нәрселер пайда болады. Өмірде өз-өзіне сенбеу, енді ең сенетін, ең жақын адамы солай жасағанда, ол басқа кімге сенеді? Өзіне де сенбейді. Өмірлік сәтсіздіктерге душар болады. Мына мысалы, кішкентай сәбидің балмұздақ алып бермеген үшін жылаған қайғысы, былайша айтқанда, үлкен адамның сол өмірлік қиын жағдайға душар болғандағы қайғымен пара-пара болады негізінде. Себебі сол сәбидің санасы әлі есеймеген, жетілмеген. Сондықтан біз сәбилерімізге махаббаттан басқа ештеңе бермеуіміз керек. Сол махаббаттың жылулығын жүрегіне сездіруіміз керек. Сонда ғана тек өзін ғана ойлайтын емес, өз-өзіне сенімді, омыртқасы қатайған нағыз тұлға өседі. Еліне пайда әкелетін азамат өседі. Ойланайық.